құрметті бауырларым, қарындастарым, енді мынау үлкен атамыздың түпкі қара шаңырағында отырғаннан кейін мен аз кем кішкене тарихи шегініс жасап қояйын. Асық деген сөздің қазақшасы әулие деген сөз, киелі деген сөз. Мына Асық атамыз басына адам түнейтін үлкен әулие, ол Ыстықкөлдің жағалауында жатыр. Қырғызстанда жатыр. Қырғыздар баяғыда Енесайдың бойынан ауып босып келген кезде ұлы жүздің билері жиналып отырып, бізді бауырымыз, еліміз деп пана тұтып келіп отыр. Осыларға жер берейік деп, осы Ыстықкөлді тартып өтіпті. Ыстықкөлдің көне картасында, қырғыздардың көне картасында, біздің қазақтың көне картасында ол Ысықкөл деп жазылады. Бұл Ыстықкөл дүние жүзіндегі ең салқын көлге жатады. Бұл 3300 метр биіктікте жатқандықтан, тау көлі болғандықтан, ол салқын. Сондықтан ол Ыстықкөл емес, Ысықкөл. Ысықкөл деп айтады. Ысықкөл дейді. Ысықтар кезінде мына Есік қаласында отырған. Есік қаласы Ысық қаласы деген қала. Сол жерде отырған. Сонымен соны келіп Әбіш ағаға келіп айттым. Осындай біздің Ысық атамыз Ысықкөлдің жағалауында жатыр екен. Осындай дегенде, әрине деді, біз Есен Темірдің қайда жерленгенін білмейміз. Арайдың қайда жатқанын білмейміз. Сенің бабаларыңнан басқалардан артықшылығы одан Ысықкөлдің жағалауында жатқан сенің бабаң. Содан мен шауып отырып ертеңгі Нұрлан Баланбай ағама барып, осындай қызық кетті. Давай экспедиция жасаймыз деді. Бүкіл шығын андай-мұндайдың барлығын мен мойныма көтеремін. Сосын мен қайтадан Әбіш ағаға бардым. Аға осындай, Нұрлан ағам осындай экспедиция жасайтын бұл. Онда мен барамын. Экспедицияның басшысы болып өзім барам, бәрін түсіндіріп, осындай деп. Мен айттым, енді мемлекеттік қызметте жүрген адамдармыз ғой. Аға қалай болады? Ертең қырғыздар қалай қарайды бізге? Екі ортада кішкентай бір әңгіме болып кетпей ма? Мен ойланып қалды, сондай бар екен. Онда біз оған бір шығармашылық топ болып барайық. Сөйтейік, бүйтейік, былай тамырын басып барайық. Сөйтіп жүргенде өкінішке орай Нұрлан ағам ауруға ұшырап қалды. Сол кеткеннен Германияға кетті, Швейцарияға кетті. Ең соңында оралып келген кезде қайтыс боларынан 15 күн бұрын көңіл сұрап Нағим екеуміз осында Атырауға үйіне келдік. Үйіне келгеннен кейін айттым, осындай болып, Құдай қуат берсін, экспедицияға баруымыз керек қой дедім. Сөйтіп әңгіме айтып отырдық. Бір кезде залға кетіп қалды, мында кел деді маған. Содан бұрышқа дейін бардық. Сосын маған айтты, менің құлпытасыма жазатын бір жоба өлең керек деп. Ойбайға қойыңыз, не айтып тұрсыз? Осылай деді. Тоқтат сөзді деді. 2-3 күннің ішінде жіберетін бол, менің құлпытасыма жазылатын бір жұмақ өлең керек деді. Сол жібересің деді. Сосын кеттік енді соны. Ойлап жатырмын, не істеуім керек деп. 2 күннен кейін телефон соқты. Өлең қайда? Енді отырып өлең жаздым, амал жоқ. Туғытықты туған жерінде, қазақтың байтақ елінде, мансап пен даңқ төрінде, игілік болып еңбегі із тастап кетті өмірге, араша бар ма өлең бітіп. Соны алды да, болды қабылданды деді. Енді әр қалған тарихтар осы Атырау арға не болған барлығы Атырау біледі ғой енді. Сөйтіп біз жаңа экспедицияға бара алмай қалдық. Ал енді мен мына парламент депутаты болдым ғой 94-95 жылдары Атырау облысынан. Одан кейін Нұртай Абқаев дейтін кісі мені қызметке шақырып, президент әкімшілігінің ішкі саясатында болдым, елбасының баспасөз қызметінде болдым. Одан кейін мен мемлекеттік хатшылардың ішкі саясат мәселелері жөнінде кеңесшісі қылып тағайындады. Сөйтіп мен 10 мемлекеттік хатшыға кеңесші болдым. Келгеннен кейін жібермейді басқа қызметке. Бірінші мемлекеттік хатшы Ахметжан Есімов болды. Одан кейін Әбішке Кілбаев болды, сөйтіп кете берді. Ең соңында Гүлшара Әбдіхановқа келген кезде мен пенсияға шықтым. Содан енді
әбіш ағаға айтамын ғой, осы біздің жалпы біздің мына әулетімізге, біздің тарихымызға кеңесшілік қызмет жасаған екен деген ғой. Өйткені себебі Бәйтерек деген бабамыз, мына біздің ұранымыз. Бәйтерек бабамыз 10 жыл Абылай ханның бас кеңесшісі болған. Ол омбының архивінде бар, менің қолымда ол документі бар. Одан кейін Сырымдатып орыстарға қарсы 14 жыл соғысқанда Сырым батырдың оң қолы бас кеңесшісі болған Қаратау би болған. Мен 60-қа толған кезде, тойды ашқан кезде әбіш ағаның айтқаны, мынау Қаратаудың әрі өзі, әрі көзі деген қол бүйтіп тұр. Сондықтан енді одан кейін мен кеңесші болдым. Енді қазір мына Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің ректорының кеңесшісімін. Содан былай қарағанда адамға ақыл айту, Түймебаевтың кеңесшісімін. Бұл өте былай қарағанда бір жеңіл рахат қызмет сияқты ақыл айту деген. Бірақ ақылды дөп айтсаң дұрыс болады. Кеп айтсаң, онда өзің басқа ұятқа қалып қоясың. Соған қарағанда біздің бабаларымыз да ақыл болған ғой деп ойлап қояды. Мынау отырған мақсат менің жақын нағашым. Бөлек болдық мұнда. Жақын нағашым. Шапиық ағамыз біздің совхозда директор болды. Сол кезде ана газды қанша? 67 ба? 69 ба? 69 газ. Сонымен келеді екен де, үлкен салмақты кісі ғой. Есікті ашық қояды екен де, айқайлайды екен. Ей, күйеу, мені көтеріп ал деп.